Көп адам білмейтін бір маңызды нәрсе бар. Ішектің жағдайы бүкіл денсаулығыңызға тікелей әсер етеді. Егер ішек дұрыс жұмыс істемесе, оны бүкіл ағза сезеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Бүгін мен сізге ішек дұрыс жұмыс істемей тұрғанын көрсететін негізгі белгілерді айтатын боламын. Соңында көп адам мән бермейтін, бірақ 100% ішекпен тікелей байланысты жасырын белгілерді де көрсетемін. Алдымен бәрі білетін белгілерден бастайық. Ең жиі кездесетіні іштің кебуі, іш қату немесе керісінше жиі іш өту. Осылардың бәрі ішектің дұрыс жұмыс істемей тұрғанын көрсететін алғашқы сигналдар. Ең бір маңызды белгі іш қату. Көп жағдайда адамдар бұл мәселені елемей жүре береді, жай ғана болып тұрады деп ойлайды. Бірақ іш қату ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істемей тұрғанын анық көрсететін сигнал. Ішектің дұрыс жұмыс істеуі тек ішектің өзіне ғана байланысты емес, оған бүкіл асқазан ішек жүйесі әсер етеді. Яғни асқазан, ішек және өт қабы бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалы, егер асқазанда қышқылдық дұрыс болмаса, ас қорыту процесі бұзылады. Қышқылдық көп жағдайда төмен болып келеді. Көп адам байқамайды және оған мән бермейді. Тіпті кейбір жағдайларда дәрігерлер де көбіне тек қышқылдықтың жоғары болуына назар аударады. Ал егер өт қабы дұрыс жұмыс істемесе, яғни өт жеткілікті бөлінбесе, немесе оның ағуы нашар болса, онда майлы тағамдар дұрыс қорытылмайды. Соның салдарынан ішек жұмысы баяулап, іш қату пайда болады. Яғни іш қату тек ішектің мәселесі емес. Ол асқазанның қышқылдығына да, өт қабының жұмысына да тікелей байланысты. Егер адамда іш өту болса, яғни күніне 2 реттен көп дәретке барып, нәжіс көбіне сұйық болса, бұл да ішектің дұрыс жұмыс істемей тұрғанын білдіреді. Бұл жай ғана ас өтпей қалды деген нәрсе емес, ағзадағы тепе-теңдік бұзылғанының белгісі. Көбіне бұндай жағдай ішектегі бактериялардың балансы бұзылған кезде болады. Бұл кезде ішекте пайдалы бактериялар азайып, зиянды бактериялар көбейіп кетеді. Соның салдарынан ас қорыту бұзылады. Бұдан бөлек ұйқы безі дұрыс жұмыс істемесе, немесе өт қабында проблема болса да іш өтеді. Адамда өттің рөлі өте маңызды. Егер өт жеткіліксіз болса, көбіне іш қату болады. Ал өт шамадан тыс бөлінсе, іш өту пайда болады. Сонымен қатар ас қорыту жүйесінің тағы бір маңызды белгісі нәжістің сипаты. Бұл туралы көп адам ашық айтпайды, бірақ дәрігер ретінде ескерту маңызды. Қалыпты жағдайда нәжіс қоңыр түсті болып, унитаздағы суға батып кетеді. Егер нәжіс суға батпай қалқып жүрсе, бұл асқазан ішек жолдарында белгілі бір мәселе бар екенін көрсетеді. Егер нәжіс көпіршікті болса, ішінде газ көп сияқты болып көрінсе, бұл да асқазан ішек жолдарының жұмысы бұзылғанын көрсетеді. Егер нәжіс өте қатты болып, ешкі құмалағы сияқты ұсақ-ұсақ болып шықса, бұл да ішек жұмысының дұрыс емес екенін білдіреді. Ал егер нәжіс унитазда көп із қалдырып, жабысып қалатын болса, бұл ағза майларды дұрыс қорыта жатыр деген белгі. Яғни, асқазан, ішек және өт қабы майды толық өңдей алмай жатыр. Мұндай жағдайда адамдар анализ тапсырса, нәжіс талдауы, яғни капрограммада қорытылмаған майлар көп екені көрінеді. Қалыпты нәжіс. Тым қатты да емес, тым сұйық та емес болуы керек. Адам үлкен дәретке күнде бару керек және күніне 2 реттен көп емес. Унитазда үлкен дәреті батуы керек. Енді ішек пен асқазан ішек жүйесі жұмысы бұзылуының көзге көрінбейтін белгілеріне көшейік. Мысалы, терідегі бөртпелер, безеу, яғни жалпы тері проблемалары. Көп адамдар мұны гормондардың бұзылуымен байланыстырады. Мысалы, иек тұсында безеу шықты. Демек, гормондарым дұрыс емес деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде терідегі көптеген проблемалар псориаз, экзема, атопиялық дерматит, безеу және басқа да бөртпелер 100% ас қорыту жүйесінің бұзылуымен байланысты. Мен бұл туралы неге соншалықты сенімді айтып отырмын? Себебі мен 11 жыл бойы күн сайын көптеген науқастармен жұмыс істеймін. Оларды қабылдай отырып, бұл аурулардың барлығы асқазан ішек жолдарының жағдайымен тікелей байланысты екенін көрдім. Сондықтан, құрметті достар, теріге не шықса да, оның себебі іште жатыр. Егер терінің жағдайын жақсартқыңыз келсе, тек сыртынан емдеу жеткіліксіз.
міндетті түрде негізгі себепке мән беру керек. Ал себепті тереңірек қарасақ, көп жағдайда ол асқазан ішек жүйесінің жұмысының бұзылуында жатыр. Әсіресе ішектің дұрыс жұмыс істемеуінде. Тағы бір көп адам мән бермейтін, бірақ жиі кездесетін белгі тердің жағымсыз иісі. Кейде адамның өзі де, айналасындағы адамдар да оны байқайды. Бұл да жай ғана гигиена мәселесі емес. Көп жағдайда мұндай иіс асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмыс істемей тұрғанымен байланысты. Жақында приемға бір пациентім келді. Ол маған: "Мені бір нәрсе қатты мазалап жүр. Қолтығымнан пияз бен қуырылған капеттің иісі сияқты иіс шығады" деді. Ойланып қарасаң, бұл адамға қаншалықты ыңғайсыз екенін түсінуге болады. Ол тіпті қатты ұяламын деп те айтты. Мен өз тәжірибеме сүйене отырып, бұл жағдайдың ішекпен байланысты екенін бірден түсіндім. Содан кейін біз оның тамақтануын өзгерттік. Ішектегі бактериялардың тепе-теңдігін қалпына келтірдік. Біршама уақыттан кейін бұл жағымсыз иіс өзінен өзі жоғалып кетті және қайта қайталанған жоқ. Келесі, көп адам біле бермейтін байланыс ішек пен артық салмақ. Көп адам ойлайды: "Ішек қайда, ал менің семіздігім қайда" деп. Бірақ шын мәнінде екеуі тікелей байланысты. Артық салмақ дегеніміз артық май. Ал сол май сіз жеген тағамды ағзаның қалай қорытып өңдегенінің нәтижесі. Егер ас қорыту дұрыс жұмыс істемесе, онда тағам да дұрыс өңделмейді. Соның салдарынан артық май жинала береді. Тағы бір маңызды нәрсе ішектегі бактериялар. Олар да салмаққа қатты әсер етеді. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, ішектегі бактериялар адамның салмақ қосуына және қандай тағамға тартылатынына әсер етеді. Егер зиянды бактериялар көбейіп кетсе, баланс бұзылады. Сол кезде тәттіге құмарлық пайда болады. Артық тамақ жегіңіз келе береді, салмақ қосу оңай болады. Яғни кейде адамның тәтті жегім келіп тұр дегені жай еріксіздік емес. Ішектегі зиянды бактериялардың сигналы болып табылады. Мысалы, сіз тамақ іштіңіз, соңынан бір кәмпит жедіңіз, сосын бірнеше күн тәтті есіңізге де түспейді. Бұл тәттіге тәуелділік емес, ал нағыз тәттіге тәуелділік мүлде басқа нәрсе. Бұл кезде адам үнемі бірдеңе жегісі келіп тұрады. Стресс болса, тәтті жейді. Тамақтың арасында да қайта-қайта тәтті іздейді. Яғни өзіңізді тоқтата алмайсыз. Энергия керек сияқты болып, қайта-қайта тәттіге қол созасыз. Бұл нені білдіреді? Көбінесе бұл ішекте ашу, яғни брожение процесі күшейіп кеткенін және саңырау құлақтар көбейгенін көрсетеді. Яғни көп адам білетін кандидоз жайында айтып тұрмын. Егер ішекте осы кандида саңырау құлақтары көбейіп кетсе, тәттіге деген қатты құмарлық пайда болады. Ал сіз неғұрлым тәтті көп жесеңіз, калория көбейеді, қандағы қант пен инсулин көтеріледі. Соғұрлым тез салмақ қосасыз. Сондықтан салмақты қалыпта ұстау үшін тек диета емес, ең алдымен ішекті қалыпқа келтіру керек. Келесі, асқазан ішек жолдарында проблема бар екенін көрсететін, көп адам мән бермейтін белгі көңіл күйдің төмендеуі, апатия, депрессия, есте сақтау қабілетінің нашарлауы. Сондай-ақ мигрень, бас аурулары да осыған жатады. Қарапайым ауырсынуды басатын кетанал, нурофен сияқты дәрілерді ішсе де бас ауруы қоймаса, бұның барлығы асқазан ішек жолдарының жағдайымен тікелей байланысты. Сонымен қатар адамды мазасыздық, паникалық шабуылдар, ұйқының нашарлауы, себепсіз уайымдау да мазалайды. Осылардың барлығы да біздің ағзамыздағы, әсіресе ішектегі бактериялардың жағдайымен тікелей байланысты. Тағы бір көп талқыланатын белгі ауыздан шығатын жағымсыз иіс. Көбі ойлайды: тісім дұрыс емес шығар, стоматологқа бару керек деп. Иә, тісті тексеру керек, ауыз қуысының тазалығы да маңызды. Бірақ ұмытпау керек, асқазан ішек жолдары ауыз қуысынан басталады. Яғни ас қорыту жүйесінің ең бірінші бөлігі ауыз қуысы. Сондықтан ауыздан шығатын иіс өте көп жағдайда 99% асқазан ішек жүйесінің жұмысы бұзылғанын көрсетеді. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Денеңіз беретін белгілерге мән беріңіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.